Ауданның тұрғындарына уәде беріп келе жатқандарыңызға 3 жылдай болған екен. Арызын жазып, ол жерде 262 мыңға дейін жаңағы соманы осы газдандыру мәселесіне ала алады. Продолжаем встречу с жителями. Также есть вопросы по созданию общественных пространств. Адамдардың қайғылы оқиғалармен солай аяқталып жатқан кездерде болады. Енді аудан әкімдігі ғана емес, ол жерде тұрғындардың өзінің де жеке жауапкершілігі. Приложение Ашық действительно выгодно для бизнеса или наоборот ограничивает его? Ресторанның басшылығы, сосын адамдардың өздері, тойымдастыру адамдар, олар түсіністігін қарап, осы талаптарды орындауға тырысып жатыр. Ерлан Орынбасарұлы, қош келдіңіз. Сіздің Алматы ауданының әкім болып тағайындалғаныңызға 2,5 ай болған екен. Осы уақыт аралығында, қазіргі таңда қандай өзекті мәселелер бар деп есептейсіз? Рахмет, осы студияға шақырып, сұхбат алуға ниет білдіргендеріңізге. Жалпы аудан бойынша енді өзекті мәселелер, қысқа мерзімді мәселелер, одан кейін ұзақ мерзімді мәселелер бар. Ауданда аралау барысында мынау барлық мәселелерді өзіміз реттеп, оның арасында тұрғын үй мәселелері бар, сосын инфрақұрылымды дамыту, одан басқа транспорт инфрақұрылымын дамыту, ауылдарды абаттандыру және басқа тұрғындарды мазалап отқан мәселелер бар. Оны осы аудан аппараты, осы біздің әкімдіктің тарапынан, оған осы қала әкімдігінің басқармаларымен бірлесе, осы жұмыстардың барлығын қолға алып, рет-ретімен шешетін боламыз. Енді біз тұрғындардың мәселелеріне көшсек, Орбұлақ көшесінде асфальттар төселмеген екен. Осы бойынша сіздер сол ауданның тұрғындарына уәде беріп келе жатқандарыңызға 3 жылдай болған екен. Осы жөнінде не айтар едіңіз? Орбұлақ көшесі железнодорожный тұрғын алабында орналасқан. Ол жерде жалпы есепте бізде 19 көше бар. 19 көшенің 11-інде асфальт жолы, тас жолы қазір бар. Қалған 8 жол бойынша жол басқармасымен осы жобада қазір конкурстық процедуралар жүріп жатыр. Бірақ та ол отқан мердігер компания, оның екінші компаниясы сотқа жүгініп, сот шешімі әлі шыққан жоқ. Сондықтан бұл мәселе тоқтап тұр. Енді жалғастыру жұмыстары келесі жылға жоспарланып отыр деп үміттеніп отырмыз. 2022 жылға жоспарланып отыр. Каждый год уделяется большое внимание президентскому и триатлон-паркам. Ведется облагораживание, деревья сажают. Почему акимат района не обращает внимания на другие парки, закрывает на них глаза? Вот, к примеру, Жируйык. Вообще у нас по всем паркам имеются вопросы. Аппарат акима района занимается со всеми подрядными организациями. Что касается парка Жируйык, непосредственно это благоустройство самой территории. На сегодня были проведены буквально с начала года это обустройство, благоустройство и саночистка самой территории парка. Также замена брусчаточного покрытия. Также перекладывали керамогранит, где было повреждение. В целом по парку частично восстановили сейчас освещение, и в дальнейшем этот парк в целом он зеленый, по нашему мнению, он самый зеленый. На сегодня там порядка 10 тысяч деревьев растут. Приживаемость очень хорошая, но к дополнительной посадке деревьев она не нуждается. И совместно с Зеленстроем, с подрядными организациями мы утвердили конкретный перечень работ, по которому вместе с жителями данного района, которые часто посещают этот парк, проводим данную работу. Это будет на контроле, и наши сотрудники будут непосредственно, и я сам лично, участвовать в развитии этого парка. Что касается других парков района, например, парк вдоль реки Есиль. Вот буквально в рамках экологического месячника в октябре месяце было высажено порядка 1300 деревьев. Также мы совместно, у нас есть центр урбанистики, вместе с ними сейчас разрабатываем проект по благоустройству парка. То есть сделать его более в рамках концепции
Нур-Султан комфортный город. Вместе с Центром урбанистики мы будем проектировать там теннисные поля, футбольные поля. Также советуемся с жителями данного района, и чтобы непосредственно отразить все те пожелания самих жителей и максимально услышать и благоустроить, построить на следующий год уже полноценный парк со всеми удобствами для жителей района. Нур-Султан комфортты қала қағидатына сәйкес биыл Алматы ауданымызда 7 қоғамдық кеңістік ашылды. Соның бірі осы жастарға арналған осындай спорт кешені. Нур-Султан Стрит Лайф деп аталады. Осында бұл көп кешенді. Мұнда тек баскетболдан басқа футбол ойнауға болады. Одан кейін жастардың ұсынысы бойынша осында өздерінің жаңағы би жарыстарын, брейк данс, басқа да жарыстарды осында өткізеді. Қазірдің өзіне біз байқаймыз, кешкі уақытта, жаздың уақытында, каникул кезінде балалар көптеп осында келіп жатады. Тұрғындар үшін, осы ауданның тұрғындарына бір жақсы бір ойнайтын, уақыт өткізетін алаң болды деп ойлаймыз. Және де келесі жылдары осындай алаңдарды қалада, осы алаңның жанында мына жерде скейт алаңын ашуға жоспарлап отырмыз. Өйткені осы жастар, кәмелетке жасқа толмаған жастар, барлығының сұранысы осы, қазіргі жастардың сұранысы осы. Сондықтан мемлекет халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидаты бойынша осы жастардың сұранысын осы колизейіміздің жанынан салмақ жоспарымыз бар. Ерлан Орынбасарович, меня вот как жительницу района беспокоит Юго-Восток. Из-за этого микрорайона каждый год с наступлением холодов весь город задыхается. Может ли газификация решить проблему со смогом? Вообще, проект газификации, который инициирован нашим первым президентом Елбасы в рамках 5 социальных инициатив, он начал, проект газификации начат именно вот с Юго-Востока. Мы в этом году уже ожидаем подключения. Там есть несколько очередей, пусковые комплексы. В целом по всем 6 жилым массивам, в том числе Юго-Восток, мы планируем в этом году уже подать газ. На сегодня есть 8-й пусковой комплекс, там 11 шкафов. Это порядка правая сторона, левая сторона Юго-Востока, порядка 3400 абонентов, так скажем, домов. Везде, на всех 119 улицах на сегодня обеспечен доступ к газу. Около 500 домов уже дома провели свои необходимые процедуры, котельные поменяли. И уже в ближайшее время сейчас проводится опрессовка, продувка этих сетей. И мы ожидаем уже подключения, уже подачу газа. То есть это исторический проект, ранее такого не было. Это в первую очередь вопрос экологии, вы правильно говорите. А с другой стороны, и самим жителям это удобно. Нет необходимости там уголь возить, где-то его искать, содержать отдельного человека для этого. То есть это максимально. Вот в прошлом году железнодорожный мы подключили, и все жители счастливы. Те, кто подключились, они уже видят, и другим это передается. И на сегодня наиболее активные жители — это Юго-Восток, как раз правая и левая сторона. Мы с ними проводим и беседу, говорим, какие у нас есть преимущества, проводим сходы и объясняем. А вот жители жалуются, говорят, что неравномерная подача газа идет, либо газ у них периодически отключается. В прошлом году такой вопрос был, это образование конденсата на линиях труб газоснабжения. Этот вопрос совместно с Казтрансгаз-Аймак мы на сегодня решаем. Заранее подготовительно, вот то, что мы говорим, опрессовка, продувка, чтобы внутри труб не остались влаги, конденсат, чтобы они продулись до конца. И специалисты говорят, чем больше абонентов подключены, тем больше у них мини-проблем. То есть адамның көп қосылуына байланысты жаңағындай проблемалардың аз болады дейді. Сондықтан біз со всеми жителями мы проводим переговоры, всем говорим о необходимости подключения газа, их плюсы. На самом деле это вопрос экологии. Экологии, все знают, что у нас в зимнее время сильные холода, все начинают топить дома уголь, и из-за этого начинается
образование смога на небе. Поэтому это вопрос у нас на контроле. Мы ежедневно с каждым жителем помогаем в получении технических условий, разъясняем, какая документация нужна для оформления тех условий и подключения газа. Ерлан орынбасаралы, жаңа айтып кеттіңіз ғой, газдерді жеткізіп береміз тұрғын үйлерге деп. Осы жерде менде бір сұрақ туындап тұр. Мемлекет тарапынан жеңілдіктер бар ма? Әрине өте маңызды сұрақ. Енді мемлекет тарапынан ол әрқайсының есігінің алдына газдың құбырын әкеліп қана қоймай, бізде әлеуметтік осал топтағы, одан кейін пенсиядағы азаматтар бар. Ол кісілерге біріншіден банктың көмегі бар. Ол банк қайтарымды ақшаны бір жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Екіншіден, әлеуметтік осал топтағы азаматтарға әлеуметтік қорғау басқармасы бар. Сол басқарма арқылы өздерінің арызын жазып, ол жерде 262 мыңға дейін соманы осы газдандыру мәселесіне ала алады. Ол да мемлекет тарапынан жасалатқан көмек. Былтырдың өзінде қарағанда газға қосылған тұрғындар өздерінің былайынша айтқанда рахатын көріп жатыр. Қанша теңгеден қосып беріп жатсыздар мысалы? Мердігерлер әртүрлі. Ол әрине лицензиясы бар компания болуы тиіс. Өйткені ол жерде ең бастысы қауіпсіздік мәселесі. Өйткені газ болғаннан кейін оны лицензиясы бар компания оны тиісті түрде барлық талаптарына сай орнатуы тиіс. Осы жерде мен бір сұрақ қойғым келіп отыр. Техникалық қауіпсіздік сақталу керек деп. Біз жиі мына ақпарат құралдарынан естіп жатамыз ғой, газ баллондары жиі жарылады деген. Адамдардың қайғылы оқиғалармен солай аяқталып жатқан кездерде болады. Техникалық қауіпсіздік шаралары толықтай ауданыңызда қамтылған ба, қамтамасыз етілген бе жалпы? Мынау қауіпсіздік департаментінің бірлесе оны жұмысын жүргізіп жатырмыз. Бірақ та тәртіпті бұзушы кейбір кәсіпкерлер бар. Сол газды заңсыз үйіне кіргізіп, одан кейін басқа да шаралар жүзеге асыратын. Олармен бірлесе, тиісті құзыретті органдармен бірлесе, олармен жауапқа тарту жұмыстары. Әрине ол рұқсаты болмаса, одан кейін келеңсіз жағдай тууы мүмкін. Сондықтан ол міндетті түрде рұқсаты болу керек. Одан бөлек біз қазір төтенше жағдай департаментімен бірлесе, осы оңтүстік шығыс тұрғын алабында пилот түрде 500-ге жуық үйді электронды сигнал белгілерімен орнату жұмыстарын бастап жатырмыз. Өйткені ол жерде әлеуметтік осал топтары бар, көп балалылардың үйлері бар. Қазір тізімін жасап, ең бірінші ретте осы үйлерді қамтымақпыз. Ол өрт жағдайы туған жағдайда сигнал беріп, автоматты түрде тез шұғыл шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Сондықтан осы мәселені бірге қазір жұмысқа қолға алдық, бірге жасаймыз. Енді болашақта бұндай келеңсіз оқиғалардың азаюына деген үміттенеміз. Бірақ бүгінгі күнге заңсыз ондай бізде жоқ, аудан бойынша тіркелмеген. С наступлением весны напротив ТРЦ «Евразия» на пересечении улиц Сатпаева, Петрова появляются стихийные базарчики. Пенсионеры, дачники продают овощи, фрукты, ягоды. С одной стороны, можно понять этих людей, но с другой стороны, закон нужно соблюдать. Какое решение этой ситуации вы видите? Это вообще исторически на этом участке пенсионеры, дачники, они те пенсионеры, которые видят в этом единственный доход, они проживают вокруг этих домов, районов, и они торгуют в основном дачной продукцией. В свое время было благоустроено, были определены лавочки, но сегодня это вдоль бетонной стены организовали такие места для продажи, но есть и те, которые не торгуют дачной продукцией. С ними жители обращаются, сами же эти пенсионеры, которые буквально знают все на лицо друг друга. И они обращаются с управлением полиции. Сначала проводится беседа разъяснительная, а дальше уже принимаются административные меры в виде штрафа. Поэтому жители, которые обнаружили таких
незаконных, так скажем, несанкционированную торговлю, они могут обратиться, и мы будем принимать меры. Но пенсионеры, которые торгуют дачной продукцией, они и дальше продолжают торговать. То есть, получается, этих людей не разгоняют оттуда? Или разгоняют, но каждый раз они возвращаются? Их не разгоняют, они там торгуют, они стоят. Это вы говорите про пенсионеров, дачников. Дачники, пенсионеры торгуют огурцами, помидоры. А вот про других людей, которые не дачники, они не торгуют какой-то другой своей продукцией. Вы говорите, к ним применяются административные меры. Административные меры, да. В случае обращения полиция вместе с акиматом района выезжают на место. Но в основном те, кто не торгует дачной продукцией, они сразу понимают и уходят оттуда. Там на самом деле место ограниченное, там большему не дано, то есть не все могут там торговать. Осы жерде азық-түлік дегеннен шығады. Ауданның экономикалық потенциалы жөнінде айтып өтсеңіз. Жалпы экономикалық көрсеткіштері ауданның жақсы деуге болады. Өткен жылы пандемия қарамастан жеке шағын бизнестің саны өсті. Қала бойынша 150 мыңға жуық тіркелген бизнес өкілдері болса, оның 53 мыңға жуығы біздің Алматы ауданында. Әрине ресторандар, біздің кафелер, сервистік қызметте жүрген кәсіпкерлер, олардың барлығы пандемияның барлық ауыртпалығын көрді. Одан бөлек бізде инвестициялық ахуалды жақсарту барысында екінші индустриялық парк құрылысы жоспарланып отыр. Бізде бірінші индустриялық паркта 85-ке жуық кәсіпорын өзінің жұмысын жалғастыруда, оның 51-ге жуық зауыты істеп тұр, іске қосылған. Қалған зауыттары құрылыс сатысында, проекттік сметалық жобалау барысында, біреулері жер телімін рәсімдеумен айналысып жатыр. Жаңа өндіріс орындары бар деп айттыңыз ғой. Сол өндіріс орындарында қанша мың жұмыс орны бар? Бірінші индустриялық паркте жаңа 51 зауытта 4800-ге жуық жұмыс орындары бар. Жалпы Алматы ауданы бойынша өндірістік орындарды есептегенде қанша мың жұмыс орны бар? Шағын және орта бизнестің жұмыс орындарының саны 161 мыңға жуық. 161 мыңға жуық, жаңағы 53 мың бизнес өкілдері осы 161 мың жұмыс орнын қамтамасыз етіп отыр. Халық саны? Халық саны 308 мың 900. Осы екі коэффициент бір-бірімен теңесе ме? Негізі жұмыссыздық мәселесі біздің ауданда төмен. Қазірдің өзінде 500-ге жуық бос жұмыс орындары сол индустриалдық парктың өзінде де бар. Әртүрлі кәсіпорындарда олар өздері үйрету жұмыстарын, мысалы тігін фабрикасы бар, Ютария. Олар 50-ге дейін, 60-ға дейін адам қабылдай алады. Ол жерде өздері үйрету жұмыстарын жүргізеді, одан кейін әрі қарай практикаға алады. Сосын қаржылай негізі жалақыларды ондай төмен емес, 100 мыңнан 200 мыңға дейін жалақы төлеуге дайын. Әрдайым айтамыз, мұнда кәсіпорын бар, келіңіздер, үйретеміз. Мынау көп балалы аналардың өзі, былтырдың өзінде көптеген біздің кәсіпорындарға жұмыссыз жүрген азаматтар орналасып, әрі қарай жұмысын жалғастырып жатыр. Жаңа айтып кеттіңіз ғой, көп балалы аналарға жаңа жеңілдіктер бар деп. Осы бойынша бізде бір тұрғынымыздан сұрақ келген екен, оқып берейін, рұқсат болса. Мен көп балалы анамын. Кіші балам 3 айлық. Мемлекеттен көмек бар деп естідім. Осыны алуға бола ма? Көп балалы аналарға жалпы бізде қала бойынша жанұя орталығы құрылған. Жанұя орталығында осы көп балалы аналар болсын, әлеуметтік осал топтар болсын, олар мемлекеттен қандай көмек қарастырылған, осы бойынша консультацияның барлығы, құжаттарын қалай рәсімдеу, толық түрде консультациялауға болады. Жанұя орталығында білікті мамандар сол жерде отыр, ашық терезе қағидаты бойынша. Сонда біз өзімізде, орынбасарларымызда азаматтарды қабылдау жүргіземіз. Сондықтан сол жанұя орталығына шақырамыз. Әлде осы біздің аудан әкімдігіне келсе болады. Барлық мемлекеттен берілетін әлеуметтік, арнайы әлеуметтік көмек, одан да басқа тұрғын үй мәселелері бойынша консультацияны осы жалпы жанұядан, сосын біздің әкімдіктен алуға болады. Вот скажите, как бывший руководитель управления инвестиций, столичного управления инвестиций и развития предпринимательства, приложение АШИК действительно выгодно для бизнеса или наоборот ограничивает его?
На самом деле, ну, прошлый год показал, в основном во время пандемии многие у нас предприниматели жаловались, что они не имели возможности работать. Вот как раз таки вот это вот процесс цифровизации, АШЭК, он позволяет работать во время ограничений. Но здесь другая ответственность у самих предпринимателей. Они должны регистрировать каждого жителя, то есть каждый, кто посещает ресторан или другие заведения, они должны пройти через QR-код верификацию и, соответственно, уже иметь доступ в кафе или ресторан. Например, вот в сентябре по нашему району около 1700 человек, посетителей, было выявлено со статусом «красный». То есть АШЭК позволяет выявить, снизить тот риск заражаемости населения. Иначе без этого ни бизнес не сможет работать, ни население не сможет пойти. Понятно, что АШЭК, он требует отдельной регистрации, но это максимально совместно с Атамекен. Все процедуры на сегодня упрощены. Каждый предприниматель может зайти в портал, зарегистрироваться, подать документы, и в целом этот процесс уже автоматизирован. Наличие АШК дает самому предпринимателю на законном уровне работать открыто, но опять-таки, повторюсь, здесь сам предприниматель должен иметь свою какую-то ответственность. То есть он должен каждого посетителя регистрировать. И есть категории самих предпринимателей, лидеры АШЭК, вы, наверное, знаете, да? В зависимости от зоны, в какой мы находимся, согласно постановлению главного санврача города. И наши предприниматели уже, в принципе, привыкли, и они по этому механизму уже работают. Ну, в целом мониторинговая группа, она и работала, и продолжает работать. 3 группы у нас имеется, они днем и ночью мониторят, но какие-то выявляют факты нарушений, где-то там свадьба на 300 человек условно, да? Где-то там нарушение посадочных мест, где 2 метра между столами, там посадка там на больше. То есть совместно с отделом полиции районной наши сотрудники выезжают, выявляют и принимаются меры. Без строгого соблюдения всех карантинных мер нам невозможно победить пандемию. Это в первую очередь сказывается на здоровье. Қазіргі таңда мына 100 адамға той жасауға рұқсат берді ғой. Бірақ енді біз қазақ өзі тойшыл халықпыз ғой. 300 адам, 400 адам шақырады. Осындай жағдайда жаңа сіз айтып кеткен мониторинг группалары бір түсіністікпен қарай ма? Жалпы мониторинг топ бізде санитарлық дәрігерлердің қаулысы бар. Сол қаулысында бекітілген 100 адам десе 100 адам, 30 адам десе әрине оның адам басын санап отырмайды, бірақ қазір халықтың өзі де түсінді, ауру ешқайда кетпейді, аурудың өзі барына сенді. Сондықтан сол мекеменің басшысы, ресторанның басшылығы, сосын адамдардың өздері, той ұйымдастырғандар, олар түсіністігін қарап осы талаптарды орындауға тырысып жатыр. Бірақ оған дейін бұзушылық фактілері болды, оны полициялармен бірге тиісті іс-шаралар қабылдап, оларды штраф күйінде, басқа да жазалау жұмыстарымен айналысты. Бұған дейін ондай фактілері болды. Жаңа айтып кеттіңіз ғой өз сөзіңізде, халық түсінді деп, еститін мемлекет деп, мемлекет басшысы өзі сондай бір бастаманы көтерген болатын, біртіндеп елімізде қалыптасып келе жатыр. Ал сіз өзіңіз қаншалықты құлақ асасыз тұрғындардың үніне? Жалпы біздің мемлекет басшысымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидаты бойынша барлық бүкіл әкімдік қызметкерлері осы өз басым әлеуметтік желілер арқылы барлық тұрғындардың сұранысына, олардың жазған комменттеріне оны жеке бақылауға алып, әрине жауап беруге тырысамыз барлығына. Әкім аппараты, өз басым осы тұрғындардың ұсыныстарын тек әлеуметтік желі арқылы емес, аулаларды аралау барысында барлығын тізімге енгізіп, әр тармағын бақылауға алып, жұмысқа кірісіп жатырмыз. Одан бөлек Айкөмек желісі бар, сол телефон арқылы келіп түсетін
ол тұрғындардың енді мәселелерінің барлығын біз аптасына бір рет отырып, қай мәселе шешілді, қай мәселенің шешу жолы қандай, ол жаңа орталық басқарма арқылы шешілетін болса, олармен кездесу жүргізіп, әр жаңа тұрғынның сұрағын қалдырмауға тырысамыз. На днях стало известно, что вокруг школы номер 28 уже как несколько месяцев образовались раскопки. Дети, родители не могут попасть на территорию школы из-за луж, грязи, слякоти, которая образовалась перед входом в школу. Что за работы там ведутся и когда они закончатся? У нас есть организация «Теплотранзит». Это прокладка тепловых сетей. На сегодня работы практически уже на завершении. Но для удобства, для того, чтобы решить эту проблему, мы буквально на днях организуем технику, и до конца этой недели этот вопрос будет решен. А вот затрагивая уже тему школы, раз уж мы начали об этом говорить, на пересечении Кошкарбаева, Байтурсынова очень активные стройки ведутся. Строятся жилые дома. Насколько я знаю, там всего 4 школы, 2 на казахском языке обучения и 2 смешанные. Планируется ли построить там еще школы? Вопрос социальной инфраструктуры, он стоит. Вот в самом начале нашей беседы я говорил, какие у нас есть вопросы по району, в том числе и обеспечение школами. Тот район, который Калдаякова, пересечение Нажмеденова, Таволь-Сыздык и Байтурсунова, это как раз-таки активно строящийся район Алматинского района. В этом районе порядка более 2 миллионов жилья предусмотрено. Вот эти 2 школы, которые вы говорите, они уже работают, да, они переполнены. На сегодня у нас по проекту детальной планировки там предусмотрено порядка 10 школ. Из них 2 школы по Нажмеденова, Сатпаева и по Байтурсунова, то есть с другой стороны аллеи, 2 школы будут введены. Нажмеденова, Сатпаева это на 1200 мест, а на Байтурсунова это 2000 мест. Кроме того, у нас ведется проектирование дополнительных школ. Оставшиеся 5 школ, из них 3 школы это частные школы. То есть из 10 школ 2 школы уже функционируют, 2 школы будут вводиться уже в этом году, до конца этого года. На каком языке обучения? Одна казахская, одна смешанная. Также у нас предусмотрены 3 школы частного характера. То есть невозможно построить все школы за счет бюджетных средств. Кроме бюджета у нас есть участие частных инвесторов. Вот 3 школы я назвал. Одна из них на улице Нажмеденова, 2 школы на улице Байтурсунова. И также у нас есть школа ГЧП, государственное частное партнерство, и которая буквально в декабре месяце уже будет введена. Она на 2000 мест. И таким образом, по мере застройки, освоения земельных участков, постройки жилых комплексов и обеспечения по генеральному плану вот этих школ будет достаточно. Ерлан Орынбасарович, мы прибыли по адресу Худайбердыұлы 28 по вопросу жительницы района. Какие здесь будут работы проводиться? Будет ли здесь благоустройство двора? Мы сход с жителями проводили. Как раз этот двор около месяца назад мы здесь встречались, жители обращались, поэтому касательно этого двора мы планируем здесь благоустройство в этом году. Здесь будет заменено покрытие, то есть мы будем стелить искусственное покрытие, искусственный газон. Также некоторые мафы будем менять. Будем ставить новые лавочки и где-то будет заменено брусчаточное покрытие. А вообще в этом году сколько в районе благоустроено дворов? У нас по плану было около 48 дворов, но мы включая этот двор, около 50 дворов мы будем благоустройство комплексное производить. Также есть ремонтно-восстановительные работы, то есть это не комплексное благоустройство, где-то заварить качелю, где-то отремонтировать мафы, малые архитектурные формы, качели заварить, брусчатку заменить. То есть личные работы по самому двору. В целом сам двор он неплохой, но ремонтные работы мы тоже проводим по ним.
более 70 дворов у нас уже начитывается. До конца этого года этот двор благоустроят? Этот двор мы вот будем заходить на днях, на этой неделе. И работы по замене малых архитектурных форм, которые уже старые, где не подлежат ремонту. Также будем менять лавочки, ремонтировать качели и стелить искусственный газон. Как раз вот искусственный газон и больше всего и просили жителей этого двора. А в следующем году сколько дворов выходит? В следующем году мы примерно то же самое количество планируем. Может быть больше. Сейчас у нас в плане где-то половина дворов мы уже набрали. Продолжаем встречу с жителями. Также есть вопросы по созданию общественных пространств. Вот, например, район Юго-Востока. Они просили какое-то пространство для того, чтобы далеко не ездить. Вот Юго-Восток, если в целом взять, мы на сегодня определили несколько земельных участков. Сейчас будем согласовывать с архитектурой и уже на следующий год будем комплексно заходить для того, чтобы в окружении этого участка, чтобы жители могли прийти, проводить свое время с детьми, поиграть. Там же будут качели, беседки там и так далее. Сіз айтқан мәселелердің бәрі де елордамыз үшін өзекті ғой. Дегенмен тағы да бір актуалды мәселелер бар. Ол мына КСК жұмысы. Көпшілік тұрғындар осы КСК жұмысына көңіл толмайды. Подъездер тазаланбайды дейді. Қоқыстар жиналып қалады дейді. Осы қоқыстар жиналғаннан кейін оған жаңағыдай түрлі жаңағы қоңыздар жиналып қалады дейді. Мәселен, осы Алматы ауданына қарасты Грант Астана деген тұрғын үй бар. Сонда бір тұрғынның айтқаны бізге қоқыстар былтырғы жылы жаңа жиналып қалып, сондай қиын жағдайлар орын алған еді деп өздерінің сұрақтарын жіберген еді. Осы жөнінде не айтар едіңіз? Жалпы КСК-лардың жұмыс жөнінде бізде қала әкімі Алтай Сидерұлының тапсырмасы бар. Біз әр тұрғын үймен, көп қабатты тұрғын үйлердің тұрғындарымен қазір КСК емес, енді АСИ, көпшілігі АСИ құрып жатыр. Бұл біздің басты мәселеміздің бірі. Өйткені тұрғын үй заңнамасына сәйкес келесі жылдың шілде айынан бастап КСК-ның орнына АСИ жұмыс істеуі тиіс. Сондықтан кейбір КСК-лар өздерінің міндеттерін дұрыс атқармай жүрген КСК-лар, олармен тұрғын үй басқармасы бар бізде. Солармен бірлесе оларға шара қолданамыз. Одан кейін қысқы дайындық мерзіміне өздерінің кейбір жұмыстарын аяқталмаған. Олармен қосымша тұрғындармен бірлесе, әрі қарай олар қалай жұмыс істейтін болады. Сондықтан тұрғындар, жаңағы сіз айтқан көп қабатты тұрғын үйде тұрғындар басқаруды өз қолына алып, қазір АСИ құру жұмыстарымен айналысып жатыр. Болашақта осы АСИ-дің жаңағы бір тұрғындар үшін жақсы жері, ол жаңағы қаржы мәселелерінің барлық жүйелі түрде қайда жұмсалады, жаңа сіз айтқан тұрғын үйдің сыртындағы жөндеу жұмыстары болсын, одан кейін қажетті сол тұрғындарға құбырларын ауыстыру жұмыстары болсын, соны өздері реттеп отыратын болады. Осы жерде бір сұрақ бар. Бізде мына елордада қыруар қаражат кеткен элитный үйлер бар ғой. Солардың құбырынан су жиі кетіп жатқанын байқаймыз. Менде мысалы өзімде тұратын бір тұрғын үйде құбырдан су кетеді. Осындай жағдайлар ол ненің кесірінен, ол жұмыс сапасының нашарлығынан ба, әлде оған басқалай жағдайлар әсер ете ме? Жалпы құбырлар мәселесі бойынша ол үйдің құбырлары болмауы мүмкін, ол үйдің сыртындағы сырт кәріз құбырлары болуы мүмкін. Бұл мәселені жедел түрде бізде су арнасы болсын, басқа да коммуналдық мекемелермен бірлесе, аудан әкімдігінің бөлім басшылары бірлесе шығып, оны тез арада жарылған құбырды қалпына келтіру жұмыстарын жүргіземіз. Бірақ қазірге ондай сапасыз құбырлар, кәріз жолдары ондай бізде анықталмаған. Сізге, демек, сіздерге жетпеген ғой ол нәрсе? Бізге ондай шағым тұрғындардан келіп түскен жоқ осы күнге дейін. Ерлан Рамбасарович в 2019 году, тогда еще аким столицы Бахыт Султанов, сказал: Астана перестанет пародировать Венецию. Но в межсезонье мы видим, что проблема с ливневками остается открытой. В районе это проспект Мамушева, район Нового вокзала. Когда решится эта проблема? Вообще у нас по району 8 было таких участков,
На сегодня 3 участка, они кардинально решены системно. На сегодня остается 5 участков. Вот тот участок, который вы говорите, Момышево, на сегодня там даже при обильных дождей там скопление воды не наблюдается. То есть там реконструкция ливневой канализации, коллектора была, дополнительно установлены насосная станция. По Калдаякову, это вот участок как раз таки вот городского романса, где вот скопление воды постоянно наблюдается. Жаңбыр болған кезде осы аумақтарда жалпы құрылысы, вот строительство самого ливневого коллектора, оно завершено. По Калдаякову? По Калдаякову, да. По Калдаякову они завершены. На сегодня также завершено строительство 2 насосных станций. Сейчас идет вопрос подключения. Но мы, не дожидаясь подключения, все эти процедуры пока идут. У нас на постоянной основе ведется контроль, дежурство на этом участке. В случае, если вода будет собираться, у нас 2 единицы техники на месте работает. Это весной уже будет там топить или нет? Ну, будем надеяться на скорейшее подключение этих сетей, и дальше уже этот вопрос будет решен. Сұхбат өткіземіз деп біз әлеуметтік желілерге, сайтымызға, елорда ақпараттың хабарландыру берген болатынбыз. Сонда тұрғындар тарапынан көп сұрақтар келді. Соның бір өзектісін оқып берейін. Жүргенов, Бөлекбаев көшелерінің қиылысында бағдаршам дұрыс жұмыс істемейді дейді. 1,5 жыл болды мен келгелі, әлі де солай. Балалар сабаққа барады, қорқып жолдан өте алмай тұрады. Жүзекке жаздым, қоңырау шалдым, бірақ иә деуден басқа олардың жауабы жоқ. Бұл мәселе қашан шешіледі дейді біздің Ақкули Тұрдалықызы атты көрерменіміз, елорда ақпараттың көрермені. Бөлекбаев көшесіне өткенде болдым. Бұл мәселе жалпы желілер негізі ауданның балансы берілмеген жерлер. Бірақ біз ол процедураларын күтпей жөндеу жұмыстарын қазір бастап кеттік. Осы айдың аяғына дейін осы мәселе шешіледі деген ойдамыз. Қазан айының аяғына дейін, да? Ол жерде мектепке баратын жол, тротуар, 83-ші мектеп, ол жердегі Жүргенов көшесі мен Бөлекбаев көшесінің қиылысы. Вот еще жительница района спрашивает, когда планируется завершиться ремонтные работы по улице Жайык? Сегодня подрядная организация управления транспорта, там проводятся работы, Жайык, Мухтарма, Есіль, прокладка инженерных сетей. В этом году будет обеспечен проезд, то есть первый слой асфальта уже в этом году будет. А полное завершение, уже полноценное, будет в следующем году. А по микрорайону Казак-Аул, когда решится проблема с освещением? Казак-Аула у нас на самом деле проблемный участок. Участок не передан на баланс Акимата района, но тем не менее мы начали восстановление сетей электроснабжения, дали освещение буквально 2 дня назад по улице Рудаки. Это вот как раз таки, где вот школа находится, 51-я, 6-я поликлиника, до Майлина. А внутриквартальное освещение мы сейчас проводим дефектовку, и после принятия на баланс уже будем восстанавливать постепенно, поэтапно. Но там, конечно, требуют определенные процедуры через суд. Это признается бесхозным. После этого это вот законный механизм. Но оно требует определенного времени, и мы этим будем заниматься. Суд уже прошел, мы вот ждем решения, но параллельно уже примерно знаем, сколько там, какие расходы там мы видим, и подрядчик уже после решения суда сразу же приступит к восстановлению. И вот еще один вопрос. Подробнее расскажите про программу модернизации жилья «Нурлы жер». Вот жительница спрашивает, их дому уже более 40 лет. «Нурлы жер» вообще это государственная программа, очень удобная для жителей. В прошлом году у нас, в этом году у нас порядка 10 адресов уже провели ремонтные работы. Оно позволяет, то есть государство выделяет деньги на определенные работы, то есть жители сами решают. Пусть это будет ремонт кровли, либо подъездных помещений, либо подвальных помещений. Также некоторые жители по
подали заявку на замену теплообменников, то есть подготовка к зиме. Такие работы, они могут параллельно все эти работы вместе заявиться. От 8 до 15 лет государство выделяет деньги, и, соответственно, ежемесячно каждый житель, собственник этой квартиры, возмещает, то есть это возвратные деньги. От 8 до 15 лет они имеют право участвовать. Для этого им нужно протокол общего собрания, они делают дефектный акт, это смету, и подают его в программу. Соответственно, мы дальше уже ходатайствуем на выделение денежных средств, и у нас есть организация ТО Уркенхала, и они проводят все эти работы. На сегодня у нас порядка 10 адресов, в этом году уже провели все необходимые работы. И вот заключительный вопрос. Мы сегодня много говорили о разных частях города, микрорайонах, жилых массивах. А вы сами в какой части города живете? Я на сегодня проживаю в районе Исиль, но 3 года, около 3 лет назад я переехал, но до этого больше 20 лет я проживал в Алматинском районе. Школу здесь закончил, жил в 3-м микрорайоне около 7 лет. После этого жил в районе Встречи на Аблайхана, тоже порядка 5-7 лет. И тогда Аль-Фараби называл, сейчас Мусрепова. И университет здесь закончил. То есть район я достаточно знаю. А возвращаться не собираетесь обратно в район Как раз Алматы? таки такие планы были. Мы сейчас смотрим подходящее жилье, чтобы иметь возможность переехать. Рахмет. Сол сіздерге рахмет. Жалпы аудан тұрғындарына айтарым, енді аудан әкімдігі ғана емес, ол жерде тұрғындардың өзінің де жаңа жеке жауапкершілігі, КСК-лар, жаңа әсилер, тұрғындардың өздерінің шын ниетімен қаламызды гүлдендіруге, жалпы қала белсенділеріне, жастарға, осы атсалып жатқан барлық біздің үлкен буын ағаларымызға барлықтарына рахмет. Осы күш жігерімізді Алматы әкімдігінің аппараты әрі қарай аудан дамуына барлық ынтасын, жігерін салады деген ойдамыз. Сіздерге осылай сұхбат ұйымдастырғандарыңызға рахмет.